Алия Нұрмұхамбетқызы Молдағұлова Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы Бұлақ ауылында 1925 жылғы маусымның 15-інде дүниеге келген. Тағдыр Алияны әуелі анасынан айырады. 1932 жылғы әйгілі қолдан жасалған ашаршылық кезінде Маржан 6 жасар Алия Молдағұлова мен 3 жасар ұлы Бағдатты ертіп, Ақтөбе маңындағы Қорайлыға келіп жүргенде, әлдебір бақша қарауылының кездейсоқ атқан оғынан қаза табады. Нұрмұхамбет екі баласын Шығырлы ауылындағы қарындасы Қанышаның қолына береді. Ұлы Бағдат көп ұзамай осы ауылда шетінейді де, 8 жасар Алияны әкесі енді нағашы ағасына Әбубәкір Молдағұловтың қолына тапсырады. Әбубәкір бұл кезде Түрксібтің нөмір 4 пайдалану аймағында қызмет істейтін. Ол заманында қазақтардың ең сауаттыларының бірі болған кісі. Алия Молдағұлова адами мейірімді осы үйден тапты. Нағашы әжесі Тәжекен мен жеңгесі Сән Сапура екеуінің мейірімге бөледі. Екі қыз егіз қозыдай болып өсті. 1933 жылы осындағы аумақтық темір жолда саяси бөлім нұсқаушысы болып істеген Әбубәкірдің үй іші темір жол вокзалы жанындағы үйлерінің бірінде тұрыпты. Дәл осы жылы Алия Молдағұлова мен Сапура темір жол мектебінің есігін ашқан. Алия Молдағұлова Әбубәкір үйіне келгеннен соң көп ұзамай әкесі Нұрмұхамбеттен де көз жасып қалған сияқты. Оның екінші әйелі Ақсұлудан туған екі қыз Әліп пен Тәжен қазір Ақтөбеде тұрады. Нұрмұхамбет Сарқұлов 1951 жылы дүниеден озған. Бірақ Алиясының ерлігі мен атағы жайлы хабарды естіп, оған Кеңес одағының батыры атағы берілгені туралы құжатты қолымен ұстап, көзімен көріп кетіпті. Алияның Ленинградқа келгеннен бастап Казачихадағы ерлігіне дейінгі аралықта өмірі, мінез құлығы, ісі, жүріс-тұрысы аңызға бергісіз. Ол дегеннен ақ өжет мінезімен, турашылдығымен, қайрат жігерімен, қайырымдылығымен ұстаздарын да, тұтастарын да талай рет таңдандырады. Мойны озық тұратын қала орыстарының балаларын, талабы жоғары мұғалімдерді де мойындатқан Алия Молдағұлова бойындағы болмыс бітіміндегі қуатты рух сияқты. Алия Молдағұлова үздік оқып қана қоймай, тұтастарының көсеміне, өзінен кішілердің жетекшісіне айналады. Сол жылдар ең үздіктер ғана жіберілетін Артек бүкіл одақтық пионер лагеріне де барып қайтады. Қоршауда қалған Ленинград тұрғындарын адам төзгісіз ауыртпалығын Алия Молдағұлова да көтеріседі. Соғысқа баруға сұранған өтінішті Алия Молдағұлова 1941 жылғы маусымның 22-сі күні суық хабар жарияланған күні жазыпты. Ұшқыш емес, ұшуды қамтамасыз ету маман дайындайтын бөлімге қабылданған Алия Молдағұлова мақсатқа жетпей қоймайтын мінезге сай қалалық комиссариатқа үздіксіз жазған өтініштері арқылы қабылданып, Қызыл армия қатарына алынады. Мергендер мектебінде де Алия Молдағұлова үздіктердің бірі болды. Бар арманы жаумен соғысы болған өжет қыз қарысып отырып дегеніне жетті, майданға аттанды. Сол ерліктің үлгісін неше мәрте көрсеткен Алия Молдағұлова 1944 жылғы 14 қаңтарда Казачиха селосы үшін болған ұрыста ерлікпен қаза тапты. 1944 жылы 14 маусымда Алия Молдағұлова Кеңес одағының батыры атағы берілді. Алия есімімен көшелер, 10 мектептер, әскери теңіз флотының кемелері, Каспий жүк таситын теплоходы аталған. Ақтөбе, Астана, Алматы, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларында ескерткіштер орнатылған. Ақтөбеде облыстық мемориалды музей жұмыс жасайды. Мәскеуде Алия Молдағұлованың құрметіне ескерткіш тақта орнатылды.